Құмар қуған қыз. 3 бөлім. Сондағы ойыма сап ете қалды дегенім, бұл Сағи деген ағамның үйі еді. Яғни, әкемнің аузынан тастамай жүретін жиенін ісі. Айтқандай, ол үйдегі жеңгеміз де мұғалім, бірақ басқа мектепте. Кезінде бұл үйге талай барғамын. Балалары кішкентай еді. Соларға қарайтынмын. Бұл қалада бізбен етене араласатын осы кісілер ғана. Жақында ғана естім, көлік аламыз деп отырған. Сол көлікті ала қойған жоқ. Демек, бұл үйде қомақты ақша бар деген ой келді. Міне, ұрлық қуған адам осылай өзгереді. Ағайын демейді, туыс демейді, құрбы құрдас демейді, орайы келсе, қолына ілгенді олжалап кете барады. Мені де Құдай тап осылай ұрды. Сол кездерде өз ойымнан өзім шошысам да, ақша құрғыр керек ақ еді. Осы жерде бірер сөз айта кетейін. Ұрлық жасауға адамды шола қой жетелейді. Бәрі де сол бір рет ұрласам, кім біліп жатыр дегеннен басталады екен. Содан алғашқы ұрлығыңды жасайсың, ал ақша құрғыр баурап алып өзіне тарта бергенде, оңай олжаға қарық болам деп тұрасың. Соңында кәнігі баугеспе ұры боп шыға келесің. Бірақ бұл мұнда айтқанмен жазғанға оңай. Іс жүзінде өзіңнен өзің жеркенесің. Ойлап қоясың, мұным дұрыс емес дейсің. Жақсы нәрсе емес екенін білесің, бірақ тоқтау болмайды. Қоя алмайсың. Өйткені әкеңнен құтылсаң, ойынға керек. Бұл енді кейінгі жағдайым болсын. Қазірше Сағи ағамның әйелін шаң қаптырғанымды айтайын. Сонымен әжемнің денсаулығы нашарлаған сайын менен тағат кетті. Басында ағайынның үйін тонауды ойлаған болсам, тап қазір сол үйге баруым керек боп тұр. Тым білмегендей жеңшеме қоңырау соқтым. Жеңше, қалайсыздар? Кішкентайлар қалай, ағам үйде ме? Деп міңгірледім. Ағам электрик. Кейде жұмысында түнейтіні бар. Ойында түк жоқ жеңшем барын ақтарды. Ағаң чыпы болып жұмыс басында түнеп жүр. Кішкентайлар да өзін көргендей шапқылап жүр. Айтқандай, қарша қыз, өзім де саған қоңырау соқсам деп отырғамын. Біздің коллективте бір отырыс бар еді. Барайын десем, мына балаларды қарайтын адам болмай тұр. Мүмкін бір түнге келерсің, дейді. Маған да керегі осы еді. Бұл маған өте қолайлы сәт. Бұлайша айтқанда, ойымды жүзеге асыруға зор мүмкіндік. Сонда да сыр бермеген болып, мамкаға бір ауыз айтсаңыз, дедім. Я, айтам ғой, кешке жеңешемнен сұрайын, деп безек қақты. Онан соңғы әңгімеміз ауырып жатқан әжеме ауысып, қайта мамама келді. Бұрын бара беретімін жеңше, қазір бойы жеттім. Сонан болар мамам да папам да үйден шығарғысы келмейді. Сол үшін өзіңіз бір ауыз айтыңызшы, мен дайындала берейін. Ертең универге сол жақтан бара салармын деген сол еді. Қазір міне, WhatsApp-ына жазайын, қарша қыз, сонан соң бір хабарын айтамын деп жеңешем тұтқаны қоя салды. Әрине, анам жоқ демейтіні белгілі. Сонда да күдік болмасын деген оймен айттым. Осылайша Құдай ұрған мен сорлы екінші ұрлығыма дайындала бастадым. Алайда арадан көп өтпеді. Үлкен үзіліске шықса керек, мамкам қоңырау соғып, қызым кам, жеңешеңнің үйіне баршы, қонаққа барады екен. Кішкентайларға қарайтын адам жоқ дейді. Айтқандай, тоңазытқыштан ет шығарып кет, тастай боп тұрмасын. Менің бір сағатым қалды, бүгін ертерек қайтамын дейді. Жарайды, мам, барсам барайын деп қуанып кеттім. Бірақ қобалжуда жоқ емес еді. Апырай, бұл қалай болар екен, а? Өз ағайымның үйінен ұрлық жасасам менің кім болғаным деймін. Әрі-бері ойланып басым қатты. Айтқандай, осы 4 күнде ойында ойнамадым. Ақша жоқ емес, қорыққанымнан ойнамадым. Бұл да бір аурудың түрі. Сонда мені ақша бір жағымнан тартса, құмар ойын тағы бір жағымнан тартып әуреге түсірді. Содан қолымды бір сілтеп киіне бастадым. Сөйтіп жүріп, мамам айтқан етті де ұмытыппын. Қорқыныш үрей дегені осы болса керек. Ұрының артық уыс дегені осы болса керек. Әйтеуір бәрін ұмыттым.
Ұятты да, абыройды да ұмытып жинастырып қойдым. Содан жүйткіп отырып, оң жағалаудағы Сағи ағамның үйіне жеттім. Бұл үйге көп келгенімді айттым ғой, камера жоғын білемін. Бұлар камера қоятындай бай емес, ортанқол отбасы. Сонда да есіктен кірген бойда барлық жерді көзбен тінтіп шықтым. Жеңешем дүкенге кетіпті. Соны іздеген боп бөлмелерді шолу жасадым. Тәтелеп жүгірген кішкентайларды беттерінен сүйген болдым. Періштелер ғой, бірінен соң бірі келіп мойныма асылып жатыр. Құдай, өзің сақтай көр, мендей ақымақты. Тап қазір осы балапандардың несібесін жымқырғалы тұрмын ба? Кім ойлапты? Құмар ойынның соңы осындай болады деп. Мұншама тығырыққа тірейді деп. Әне бір кемпірдің де осы кезде ауырғанын қараш. Мен сонда өз ойыммен өзім арпалысып біраз әуреге түстім. Сол арадан көп өтпей жеңешем бас сұқты. Қарша қыз, амансыңдар ма жаным? Папа, мама, жақсы ма? Бауырларың қалай? Мына төмендегі дүкенге кіріп ем, өшірет боп біраз тұрып қалдым. Елдің бәрі ақша жоқ дейді, бірақ дүкенге барсан кезектің соңы жоқ деп сампылдаған жеңешем қолындағы пакетті үстел үстіне қойды. Онан зып беріп әжетханаға кірді. Жеңешемнің асығыс екені анық. Кім болса да бір қимасы болғаны. Күн кешкіріп қалды. Коллективтен қалмайын деген шығар. Әйтеуір менің жеңешем суыт қимылдады. Әжетханадан шығып душқа бас сұқты. Арасында маған айқайлап қояды. Қарша қыз, анау пакетте тәттілер бар. Шығарып дастархан жая берші. Ас бөлмеде сорпа қайнап тұр. Еті пісіп қалған болса, картошкасын саларсың. Мен асықпасам кеш қаламын дейді. Жарайды, жеңше, қам жемеңіз, деп ас бөлмеге беттедім. Асығыс жеңешем болса душтан шығып бөлмесіне зытты. Айнаның алдында тұрып сыланып сипанып жатыр. Сөйте тұра жағы тынбай сөйлеп жүр. Білдей мұғалім деген атымыз бар, құрсын, әп-әдем боп киініп бармасақ болмайды ғой, деп қояды. Қысқасы әрісі жарты сағатта жеңешем шығып жүре берді. 3 баламен мен қалдым. Осы жеңешемнің балдары өте керемет. Тәрбие жөнінен кемшілік жоқ. Біздің үйдегілер сияқты улап шуламайды. Кешкі астарын үнсіз отырып ішіп болған соң, үшеуі де кітапқа бас қойды. Ертеңгі сабақтарын дайындап жатыр. Сөйтіп жүргенде сағат тілі кешкі 10-ды көрсетті. Енді маған асығу керек. Өйткені жеңешем қайтып келуі мүмкін. Сөйтіп, үшеуінің төсегін қаз-қатар салып беріп, қастарына қисая кеттім. Көп өтпей пысылдаған дыбыстар шыға бастады. Сағат тілі 11-ден жылжып барады. Сонда мені бір тылсым күш. Қане, Мекаш, тұра ғой орныңнан. Оңтайлы сәт туды. Арам пиғылыңды жүзеге асыр деп түрткілей берді. Ұрлана басып жеңешемнің бөлмесіне жеттім. Шкафтар тұр. Бірінен соң бірін ашып жауып болып жүрмін. Бір қолымда кәдімгі орамал бар. Өзімше ұстаған тұтқамды сүртіп тастаймын. Мұндайды кинолардан көргемін. Отпечаток дейме, сондай қалмау керек. Қысқасы жеңешемнің бөлмесінің бәрін тінтіп шығып, түк таппадым. Әттең ай деймін. Бұрын осыдан 2-3 жылдай бұрын ақшаларын осы бөлмеге қоятын. Мына мен тінтіп шыққан шкафта тұратын. Анау шкафтан ақша алып дүкеннен ананы мынаны әкелші деп жұмысынан асығыс келе жатқан жеңешем талай қоңырау соққан. Сонда мен осы бөлмеден ұсақ түйек ақша алатынмын. Бірақ көлік алатын ақша ұсақ түйек емес қой. Демек, басқа жерге тыққан. Енді мен қонақ бөлмеге кіріп, ұзын диван мен сервант тақтарып көрдім. Зым-зия, ақша жоқ. Осылайша басым қатты. Енді қайдан іздесем екен? Қай жерге жасыру мүмкін? Әуреленіп жүргенімде сағат 12 болды. Енді қалайда табу керекпін. Әйтпесе жеңешем келіп қалу мүмкін. Зып беріп ас бөлмеге жеттім. Міне қызық. Жоғарыда тұрған жылтыр табақшаның ішінде біраз ақша тұр. Үстіне кәдімгі кәмпит шоколадтар салып қойыпты. Бірақ бұл көлік алатын ақшаға ұқсамайды. Не болса сол болсын деп қалтама бастым. Ал енді ұйықтап көр. Мұндайда ұйқы қайдан болсын? Тыпыршып терлеп жатырмын. Сыртқы есік сыбырлап, жеңешем жетті. Онан біз жатқан бөлмеге бас сұқты.
Қатарласып ұйықтап жатқанымызды көрген соң көңілі жайланып, өз бөлмесіне кетті. Іштей бәрін сезіп біліп жатырмын. Жеңешем болса ыңылдап өлең айтып күйбеңдеп жүр. Ойбай, өлдім, құрыдым деп шошып кеттім. Себебі жеңешем барып ас бөлменің жарығын қосты. Онан үстелді қозғағандай болды. Енді қайтсем екен? Жалмажан қалтамдағы ақшаны кроваттың астына лақтырдым. Ал жеңешем болса ас бөлменің жарығын өшіріп душқа кірді. Онан шығып барлық жарықты сөндіріп бөлмесіне кетті. Сонда ғана терең тынысымды алғандай болдым. Міне, мен осылайша екінші ұрлығымды жасадым. Ал таң атқан соң баяғы күйбең тірлік басталды. Алғысын жаудырған жеңешем жұмысына тартты. Мен универге жеттім. Алайда бұл ақша тағы да жұғын болмады. Бары жоғы 50.000 теңге болды. Бір қызығы, осы екі ұрлықтың соңы суып бітті. Былайша айтқанда мен ізімді суыттым. Жеңешем оны білді ме, білмеді ме, маған белгісіз. Мүмкін білген шығар, бірақ айтпаған шығар. Оған да бүгін 10 жыл толып өтті. Дегенмен, сол жылдарда менің бұзылғаным сонша, өзімді өзім тоқтата алмадым. Арадан көп өтпей, әжеміз дүние салды. Жылап сықтап бәріміз барып қайттық. Ақшаны қолымнан келгенше толтырған болдым. Абыр-сабырда әкем аңғармай қалса керек. Осылайша артымды жапқанда мойнымнан ауыр жүк түскендей болды. Қысқасы, әженің қырқы деп әкем тағы кетті. Сөйтіп, азаның ауыры артта қалды. Сонда менің өмірім қыл үстінде тұрғандай көрінетін. Өйткені екіұдай күйде жүрдім. Себебі, ұрлық жасасам, оңай екен ғой деймін. Ақша құрғыр кімге керек емес дейсің? Құмар ойын тура жолдан тартып әкетті. Анау айтқан әкемнің ақшасын құтылсам, бәрін қоямын деген уәдем жайына қалды. Сонымен, мен бейбақ теріс жолға тарттым. 6 айда мен деген игроман қыз боп шыға келдім. Жасым болса 20-ға толды. Универдегі оқуым жайына қалды. Оқу дегені аты ғана болды. Бар ойым ақша тауып құмар ойын ойнасам дейдім. Мүмкін, мына сөзіме таң қалып отырғандар бар шығар. Автомат немесе казино деген сондай болады. Ойнаған сайын тартып бара береді. Сондықтан да ол құмар ойын деп аталады. Яғни шақырып тұратын құмары болады. Мұны сол ойынды ойнағандар ғана түсінеді. Бұлайға айтқанда, адамға түсіну оны жоқ. Қысқасы, универден шықсам болды, сонда тартатымын. Бір күні әлденені сезді ме, анам әңгіме бастады. Оқуың біткен соң сағат 3-ке дейін үйде болуың керек қой. Сен кешке бата келесің. Бәрі дұрыс па қызым дейді. Айттым ғой, менің анам мұғалім. Уақыттың бәрін есептеп отырады. Оның үстіне ана жүрегі деген сәл болса да кірбіңді сезеді, күдіктенеді. Негізі мен өзім де сол кезде айтқым-ақ келген. Бірақ аяп кеттім бе, әлде қорықтым ба, білмеймін. Әйтеуір ойынға құмар екенім жайлы тіс жармадым. Өз қызынан қайдан күдіктенсін. Анам да онан әрі қазбаламады. Енді мен бой жеттім ғой, мам. Кейде оқудан шығып курстастар саябаққа барамыз, болмаса универ алдында әңгіме айтып отырып қаламыз дегеніме, жігіттерге алданып қалмасаң болды қызым, бізді жерге қаратпағайсың деп қоя салды. Ал мен болсам, сол баяғы әдетімнен арыла алмадым. Себебі, о баста әкемнің ақшасынан құтылсам деп жүрген болсам, енді менің миымды тұрмысқа шықсам бәрі қалады, бәрін тастаймын деген шола ғой орап алды. Әрине, қазіргі сөйлесіп жүрген жігітім ауылдікі, ал ауылда қайдағы ойын автоматы болар дейсің? Сонда қоймағанда қайда барасың? Бірақ, онан кейінгі өмірім тіпті де шиеленісіп кетті. Ұсақ түйек ақша тапсам болды, ойын автоматына тыға бердім. Сөйтіп жүріп баяғы 2 қызбен де жақын құрбы болып алдым. Сонымен ұшынып тұрған 3 қыз болдық. Үшеумізде құмардың қызығына түскен нағыз ессіздер болдық. Жоғарыда айтқанымдай олар менен жасы кіші. Сонда да жұбымыз жазылмайтын жандостарға айналдық. Енді бәрін де айта берейін. Оның бірінің аты Айару еді, екіншісі Гүлжан деген қыз.
Олардың да студент атанған кездер еді. Өздері осындағы көп қабатты үйде тұратын, тіпті аулаларымыз да бір. Бір күні үйге Гүлжан келді. 500 теңге бере тұршы, дейді сыбырлап. Мінекей, деп шығарып бердім. Рахметін жаудырып тайып тұрды. Мен болсам шыға алмай отырмын, үйде әкем бар. Ол кісі мені күн батқанда үйден шығармайды. Анамды ғой алдап кетуге болады, бірақ әкемді алдай алмаймын. Содан менің бар ойым әлгі Гүлжанда болып отырған. Арадан көп өтпеді, автоматтың суреті келді. Ілдің ба? Деп жазып жібердім. Іле-шала жауап жазды. Ілдім жаным, парт берді деп, біраз ақшаның суретін жіберіпті. Енді мен сіздерге осы парт деген сөзді түсіндіре кетейін. Бұл орыстың портовый, яғни жолы болғыш деген сөзінен шыққан. Мысалға, салған 1000 теңгені кейде 20 немесе 50 есе көбейтіп алатын кездерің болады. Алайда бұл анда-санда ғана. Жылында бір немесе 2 рет болуы мүмкін. Мүмкін 3 күн қатарынан қомақты ақша ұтуың мүмкін. Әне, сен соны қуасың. Құмар дегенің сол. 1000 теңгемді 100 есе көбейтіп, 100 ғып алсам екен дейсің. Бірақ ондай олжа күнде бола бермейді. Барған адам ұтып кете берсе, ол автоматтың иесіне не қалады? Қысқасы, шыдай алмай барам. Әлгі құрбым болса үсті-үстінде суреттерді жіберіп жатыр. Қарап отырсам, ол қыз бүгін шынымен де портовая. Біраз ақшаны қалтасына салған шығар. Сөйтіп отырғанда шаршап келдім деген әкем өз бөлмесіне тартты. Анамның да сілелеп жүргені анық. Қызым, мына ыдыс-аяқты өзің жуып тасташы. Бүгін мен де қатты шаршап отырмын деп, бәрін маған сілтеп бөлмесіне кірді. Сонымен күйбеңдеп жүріп ыдыс-аяқ жуған болдым. Төмендегі құрбым екеуі болды. Анау аяру да сылтау тауып жетіп барыпты. Қатарласып отырған селфи келді. Ал әкем мен анам пысылдап тұрып шымбатты. Сонда мен қалай отырайын? Жаймен барып есікті аштым да зып бердім. Авторы Ғани Бейсен. Оқыған Гаухар Пердеқұлқызы. 3 бөлімнің соңы, жалғасы бар. Құрметті оқырмандар, лайк басып, пікір қалдырып, каналымызды қолдап отырайық.